Уолл-стриттің күйреу себептері мен салдары қандай? 1922 жылдан бастап Америка экономикасы гүлдене бастады. Бұл тұрақтандыру кезеңін просперити деп атады. Вудро Вильсоннан кейін билікке республикандықтар келді. Уоррен Гардинг, Кальвин Кулидж ел басқарды. Кулидждің тұсында ақш экономикасы гүлденді. Жаппай өндіру механикалық және электроэнергиясының қуатты базасына арқа сүйеді. 1922-29 жылдары ақш автомобиль заводтары 33 миллионнан астам машина шығарды. Автомобиль Америка халқының өмір салтын өзгертті. 1929 жылы Америка дағдарыс алдында тұрды. 24 қазанда таңертең американдық бизнестің өзегі Уолл-стритте үрей басталды. Нью-Йорктегі биржаның күйреуі бүкіл дүние жүзілік көлемдегі қиындықтардың бастауы болды. Бұл дағдарыс ұлы дағдарыс деп аталды. Дағдарыстың салдары: негізгі капитал ауыр өнеркәсіпке салынды, ал басқа салалар шығынға ұшырады. Өндіріс көлемі өсті. Өндірістің өсуі көптеген америкалықтардың табысының өсуінен асып түсті. Бұл теңгерімсіздік артық өндіру дағдарысына алып келді. Қызметкерлердің еңбекақысы 40%-ға, жұмысшылардікі 60%-ға азайды. 1929 жылы жұмыссыздық кенеттен ұлғайып 25%-ға жетті. Американдық фермерлер малды жаппай союға көшті, астықты жанармайға айырбастады, сүтті өзендерге төкті. 1930 жылы ірі қалаларда аш жорық деп аталған жұмыссыздар шеруі басталды. Дағдарыс жылдарында қылмыстың деңгейі артты. Президент Гувердің тәртіпті қалпына келтіру үшін америкалық әскерді пайдалануға тура келді. Ең ауыр жағдай қара нәсілді америкалықтарда болды. Олар тұрмыс деңгейі өте төмен қара квартал геттода өмір сүрді. Гувер экономиканы құтқару жоспарын жүзеге асыра бастады. Республикалық партия қанша күш салғанымен әлеуметтік экономикалық мәселелерді шеше алмайтындығын көрсетті. Американдықтардың арасында Гувер елді құтқару үшін барлық мүмкіндікті жасағанымен өзіне өшпенділік сезімін тудырды. 1932 жылы президенттік сайлауда белгілі қайраткер Рузвельт басқарған демократиялық партия жеңіске жетті.